Dayandap, zin, devam, zin, екі, құрметті студенттер, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбымыз акробатикалық жаттығулардың элементтері, соның ішінде күрделі жаттығу, артқа сальто жасау. Қазір сабақ барысында біз толық жалпы дамыту жаттығуларын орындап, содан кейін сабақ барысына кірісеміз. Түсінікті ма? Вектор, топ 10-ға, 12 алғаны бас, зал бойымен, жеңіл жүрісін баса.
Екінші жаттығу ол бізде ұшу фазасымен байланысты. Жаңа бірінші жаттығу секунд фазасы болса, екінші жаттығуда ұшу фазасында бізде міндетті топтасы болады. Секірген уақытта жер ұшақтай ауада кеңістікте топтасу жасау. Орында үш ретінде топтасу жасау басқа. 1, 2, 3. Осы екі жаттығуды қазір біріктіріп, біз артқа сальто жасауды игереміз. Түсінікті ма? Қазір ортаға барып қымақ қойып, ең біріншісі. Бірінші жаттығу барысында біз жерге көңілшілік жасайды. Жаттығу барысында бірінші
ең бірінші жаттығу артқа шалқая секіріш. Екінші тоқтасу. Енді осы екі жаттығуды қос. Міндетті жаттығу барысында орындаған сіздердің өз әрекеттеріңіз кеңістікте ауада егер 360 градус қалдырғаннан кейін қол фазасы болады. Орындау барысында жаттығу болған кезде ең бірінші серпіліс аласыз. Серпіліс міндеттерін алдым, артқа шалқая секіріп топтасу және қол. Өз еркімен қазір жаңағы үш фазаны біріктіріп артқа сәтін жасап орындау керек. Міндеттерін кәдімгі орындау. Екінші орында тоқтасу. Енді осы екі жақтың қосы үшінші бірінші Нариман жақсы бекзат Құрметті студенттер, құрметті оқушылар, құрметті көрермендер, артқа сальто жасаудың өте ыңғайлы жаңағы элементті орындаудың негізгі үш жаттығуы бар. Жаңағы артқа шалқай секіру, негізгі бөлімде көрсеткен топтасу және орынға аяққа түсу. Осы үш жаттығуды біріктіре қосып, өте оңай, жеңіл артқа сальто үйренуге болады. Бірақ оны дене тәрбиесінің мұғалімі немесе сіздің ұстазыңыз қасыңызда біреу арқылы жасаңыз. Өз еріктермен жалғыз жасамаңыздар. Көріскенше сау саламат болыңыздар.